Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз жаңа тарауды бастайтын боламыз. Бір тарауды біз аяқтадық. Ол тарауда біз көптеген мәліметтермен таныстық, көптеген мағлұматтар алдық, көптеген физикалық ұғымдармен таныстық. Мысалы, физикалық құбылыстар дегеніміз не? Бақылау, эксперимент, теория деген не? Гипотеза деген не? Тағы сол сияқты физикалық ұғымдардың анықтамаларымен таныстық. Және де сандарды стандартты түрге келтіруге үйрендік. Физикалық шаманың екі түрі бар екендігімен таныстық, яғни векторлық шама және скалярлық шама екендігімен. Бөлік құнын есептеуді, өлшеу қателігін есептеуді үйрендік. Осылардың барлығын жүйелей келе балалар біз екінші тарауға ауысамыз. Екінші тарауымыз ол механикалық қозғалыс деп аталады. Бұл тарауда біз қозғалысты қарастырамыз. Қозғалысқа қатысты физикалық ұғымдармен, физикалық шамалармен танысатын боламыз. Сонымен сабағымыздың негізгі тақырыбы механикалық қозғалыс санақ жүйесі. Сабағымыздың негізгі мақсаты мына терминдердің физикалық мағынасын ашу. Санақ жүйесі, механикалық қозғалыстың салыстырмалығы, траектория, жол орын ауыстыру. Тілдік мақсатта көрсетілген физикалық терминдердің барлығын дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Механикалық қозғалыс. Балалар, қозғалыс деген ұғыммен біз күнделікті өмірде кездесеміз. Қозғалысты біз айналамызда көреміз. Барлық денелердің қозғалыста болатындығын білеміз балалар, Қозғалыссыз біз материяны елестете алмаймыз. Қозғалыстың балалар бірнеше түрлері суретте көрсетілген. Бізді қоршаған барлық әлемдегінің барлығы үздіксіз қозғалыста болатындығын білеміз. Яғни қозғалыс деген ол материяның ажырамас бөлігі. Яғни табиғаттағы барлық денелерге, барлық нәрселерге және бүкіл материялық дүниеге тән негізгі ұғым болып табылады. Қозғалыстағы машинаны, ұшып бара жатқан ұшақты, балықтарды, суда жүзіп жүрген, аспанда қалықтаған бұлттарды көргенімізде денелер қозғалып бара жатыр деп айтамыз. Солай ғой. Бұл қозғалыстардың барлығы бір-біріне ұқсамайтын қозғалыстар балалар. Алайда оларға тән бір ортақ қасиет бар. Жердегі де, ғарыштағы да денелер кеңістіктегі өздерінің орындарын басқа денелерге қатысты өзгертеді. Яғни қозғалыс дегеніміз ол бір дененің бір орыннан екінші орынға орын ауыстыруы, қарапайым тілмен айтқан кезде. Енді балалар, мына жерде жай қозғалыс емес, механикалық қозғалыс деп жазылып тұр, Механикалық қозғалыс дегеніміз балалар біздің физикада қарастыратын барлық қозғалыс түрлерінің ішіндегі ең қарапайым түрі екен. Яғни дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелермен салыстырғанда бастапқы орнының өзгертуі механикалық қозғалыс деп аталады. Қозғалысқа байланысты негізгі ұғымдардың бірі ол материалдық нүкте. Материалдық нүкте дегеніміз ол дененің қозғалысын қарастырғанда көп жағдайда оның бір нүктесінің ғана қозғалысын сипаттау жеткілікті. Мысалы, аспанда ұшып бара жатқан ұшақтың өлшемі оның ұшып өткен жолымен салыстырғанда тым аз. Сондықтан ұшақтың қозғалысын сипаттаған кезде оны нүкте ретінде қарастырады. Яғни материалдық нүкте дегеніміз ол қарастырып отырған жағдайда өлшемдерін ескермеуге болатын дене. Материалдық нүктенің геометриялық нүктеден айырмашылығы сол, оның нақты массасы бар. Мына сұраққа ойланып отырамыз балалар. Сендер отырған ғимарат тыныштықта тұр ма? Дене қозғала ма, әлде қозғалмай ма? Қалай анықтауға болады? Дене қозғала ма, қозғалмай ма, оны анықтау үшін балалар қарастырылатын дененің санақ денесіне қатысты орны өзгерді ме, соны анықтап алу қажет. Санақ денесі бұл салыстырмалы түрде барлық қалған денелердің орны қарастырылатын дене. Санақ денесін еркін түрде таңдайды.
не тиімді болса, сол санақ денесі бола алады. Дененің, мысалы ұшақтың қозғалатындығы немесе қозғалмайтындығы туралы төрелік айту үшін алдымен санақ денесін таңдау қажет. Ал содан кейін қарастырылатын дененің таңдалынған денемен салыстырмалы түрде орны өзгере ме, осыны анықтап алу қажет. Мысалы, пойызда отырған адам темір жолға қатысты қозғалыста болады, бірақ пойыз вагонымен салыстырғанда ол тыныштықта тұрады. Сол сияқты жерде жатқан тас жермен салыстырғанда тыныштықта тұрады, бірақ күнге қатысты жермен бірге қозғалыста болады. Сол сияқты аспандағы ұшақ бұлттарға қатысты қозғалады, бірақ ұшқыштың орындығында отырған адамға қатысты тыныштықта тұрады. Санақ денесін көрсетпестен берілген дене қозғала ма жоқ па айтуға болмайды. Жаңағы сұрақтың нақты жауабы балар. Сендер отырған ғимарат тыныштықта тұр ма? Егер санақ денесі жер болатын болса, онда иә, тыныштықта тұрады. Бірақ егер санақ денесі ғимараттың жанынан өтіп бара жатқан автомобиль болса, онда оған қатысты ғимарат қозғалатын болады. Сонымен балар, механикалық қозғалыстың негізгі сипаттамалары мында көрсетілген. Яғни механикалық қозғалыс ол теңіздің бетіндегі су толқыны, ағаштардың тербелуі, бұлттардың көшуі, планеталардың күнді айнала қозғалуы, жердің өз осінен айналуы, машиналардың жүруі, қарапайым көзімізбен көре алатын барлық қозғалыс түрлері. Кейбір жағдайда дененің бөліктері ғана қозғалады, ол жағдайды да ескеру қажет. Мысалы, жаттығу жасаған спортшы. Денелер уақыт өтуіне қарай бір-біріне қатысты орнын өзгертеді. Абсолют тыныштықта тұратын денелер болмайды. Яғни салыстырмалы түрде қарастырамыз балар денелердің қозғалысын. Барлық денелер жерге қатысты қозғалыста болады. Ол механикалық қозғалыс деп аталады. Қозғалыс траекториясы деген ұғым қажет балар қозғалысты түсіндіру үшін. Қозғалыс траекториясы дегеніміз ол материялық нүктенің өз қозғалысы барысында сызған сызығын айтамыз. Қозғалыс траекториясы әртүрлі болуы мүмкін. Түзу сызықты, қисық сызықты, шеңбер, үшбұрыш, тағы сол сияқты. Мына суреттерде көрсетілген қозғалыстың траекториясы, яғни жүріп өткен ізі десек те болады. Қозғалатын дененің сызып өткен ізі. Сол сияқты қозғалысты сипаттайтын негізгі физикалық шамалардың бірі балар жүрілген жол. Жүрілген жолды S әрпімен белгілейміз. Жүрілген жол дегеніміз ол траекторияның ұзындығына тең шама. Жүрілген жолдың суретте міне көрсетілген сызбасы. Халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі метр. Километрмен берілсе, міндетті түрде метрға айналдырамыз. Мына жерде көрсетілген. Сол сияқты жүрілген жолмен қатар жүретін физикалық шама ол орын ауыстыру. Орын ауыстыру дегеніміз дененің бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын түзу кесінді. Орын ауыстыру мен жүрілген жолдың айырмашылығы мына суретте көрсетілген. Қызыл сызықпен сызылған, яғни дененің бастапқы және соңғы нүктесін қосып тұрған ең жақын арақашықтық түзу кесінді. Ал жол деген ол дененің барлық жүріп өткен жолы. Бұл екеуі бірдей шама емес, екеуі екі түрлі балар. Жүрілген жол скаляр шама, оның бағыты жоқ. Ал орын ауыстыру векторлық шама. Осыны есімізге сақтаймыз. Орын ауыстырудың бағыты бар. Бастапқы нүктеден соңғы нүктеге қарай бағытталған. Ары қарай балалар, мына тапсырмаларды орындаймыз. Бұл тапсырмалар негізінен траекторияға, жүрілген жолға және орын ауыстыруға байланысты құрастырылған. Және де орындап болғаннан кейін WhatsApp желісіне маған жекеге жіберетін боламыз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.